Тойда қандай дүниелерге көңіліңіз толмайды? Біз қандай жерлерде мүлт кетіп жатырмыз? Тойда менің көңілім толмайтын жерлер басқа. Бұл мұндай мәселе болса өте жақсы. Ол футболист болып шыға ма, басқа болып шыға ма, мейлі қалай етсе де ол тойын өзі көңілі қалады, өзі жасады, өзі көтеріп жатыр. Ал мәселе мынау түрлі азғындық жағдайлар кейде болады. Мәселен. Иә, мәселе мынау кішкене ер мен әйелдің ортасындағы кейбір қарым-қатынастарды өте бір нашар көрсету. Бір тойға барып едім, өзім бір сыйлайтын бауырым, бір 3-4 жас үлкен ағам, әлгі алма мына жерден бүйтіп балағымнан шығару керек деді. Ол оны балағынан шығармай, ол ортасында келіп тұрып қалды. Ол оны қойып өтемін деп бүкіл видеоға әлгіндей болып түсті. Кәдімгідей ыңғайсыз. Былай көрген адам ойлайды, басқаша ойлайды, оны не істеп жатыр мынау. Шал миынан кетіп қалған ба деген шығар мүмкін. Сондықтан көп нәрселер кейде мына қыздарды бүйтіп тұрғызып қойып, астынан жігіттерді өткізу, мысалы, енді ол шектен, шекарадан шығу. Сосын мына жас жігіттер, тамадалар үлкенді сыйламай, үлкен бата берсе оған келігіп өзінше бата беріп, тағы бір жап-жақсы сөз айтса, оның сөзін қосып қойып, өзінше сөз айтып, ананың ойын халық емес, оның ойын өзінікін айтып, анекдот айтам деп үлкен кісіге қарамастан небір әлгі ұсқынсыз, сүйкімсіз, сондай әлгі азғындық кішкене әлгі кейбірде анекдоттар айтып кетеді. Осы жағын жөндесе, қазақтың дәстүрі өшпейді ол. Негізінен мен түсіндім, қазақтың қатты қайғырып жүрді, кімдер етті, өзімді ойлайтын осы тіліміз, діліміз, осы кіміміз қалай болады екен біздің дініміз деп. Қарасам, бәрі де өшетін нәрсе емес. Негізінен жастар осыны қозғап жатыр, осыны көтеріп жатыр, осыны бірі қорғап, бірі қарсы, бірі кім болып жатыр. Сондықтан әлгі баяғы бір Жириновский деген бір бұзықтау депутат болды ғой Россияда. Солай деп шет, отрицательный реклама, это тоже реклама деп. Сол сияқты әйтеуір осы арқылы дәстүр, діл, дін, тіліміз дами берсе болды. Бүгін бәрі орысып кетті деп айтуға да болмайды екен. Осы Қазақстанды көп шарлаймын, осы қарап отырмын, ақырын бәрі де дамиды. Тек главный осындай азғындық мәселелерін өткізбей, бұлай енді шамасы жетіп, той жасап жатса, енді асыра сілтеп, конечно, самолет алып, аспаннан ақша шашсаң, конечно, ол енді жақсы нәрсе деп айту қиын, енді ол жерде екінші бір құдасын істейді сонда. Жақсы. Ол да ерсі болуы мүмкін. Енді бір сұрақ қояйықшы. Жаңа сіз айтып жатсыз, Марат аға, ата-анасын сыйлағанда да бір шегін білу керек шығар. Өйткені көп балалар тойдың үстінде келіп, табанын сүйіп, тіпті бір бетіне дейін жақындатып аймалап жатады. Ерсі қылық танытатындар бар енді. Үйде сүйсін деп пікір білдірушілер. Енді әркімнің әртүрлі бір кімі бар. Мүмкін ол кезінде өзінің бір ойында, арманында солай бір көпшіліктің алдында анасына деген бір сый құрмет көрсетіп, бір табанын жүйіп сүйгісі келген шығар, өзі біледі. Енді менің анам мысалы маған аяғымды жуып сүй деп айтқан емес, мен осы күнге дейін ата-анаммен бірге тұрамын. Құдайға шүкір, қолымнан келген жақсылығымды жасауға тырысам. Сондықтан ана деген ол әлпештеуге де, қадірлеуге де, кім етуге бұл әйел затына берілген бір бақыт, ана деген қасиет. Тамаша. Енді осы жерде әңгімемізге тұрайық аға. Алматылық блогер Әлішер Келгенбайдың үйлену тойы футбол стилінде өткен бүкіл әлеуметтік желідегілер көрді. Жас жұбайлар киімдеріне танымал футбол клубтарының эмблемаларын қолданған. Мысалы, Реал Мадридтің эмблемасы қалыңдықтан ақ жамылғысында болса, Барселона футбол клубының символы күйеу жігіттің костюміне тігілген. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Сондай-ақ қалыңдық қолына әдеттегідей ақ гүл емес, қара түсті гүл шоғын ұстап жүрді. Бұдан бөлек қонақтардың көңілін көтеруге Месси мен Рональдо да арнайы шақыртылған екен. Көбісі сол гүлге қатысты да пікірін жазып жатыр, неге қара гүл деп. Өздерінен білейікші? Өздерінен білейік. Енді дәл қазір бізбен тікелей байланыста мінеки осы тойдың иелері. Ассалаумағалейкум. Мінеки. Өзіңізбен WhatsApp-тың байланыс арқылы шығып отырмыз. Бейне байланыс арқылы шығып тұрмыз. Ал енді бұл кімнің идеясы? Енді футболды жігіттер қауымы жақсы көретіні белгілі. Мүмкін сіздің идеяңыз ба, жоқ әлде жұбайыңыздың идеясы ма? Ол дана қалай қабылдады, соны сұрайыншы. Бұл идея жалпы енді мен өзімдікі, себебі тойда өзімдікі болғаннан кейін Қазақстанға қалай болып кетті өзі? Үзіліп кетті. Тағы да байланысқа шығып көріңізші, Данияр мырза. Мен үзіп жібердім ау. Марат аға, көрдіңіз ғой? Футбол стилінде жасады. Ондай тойлар көп негізі. Бірақ сіздің қолдайтыныңызды түсіндік. Ешкімді айыптамайсыз, қолынан келсе, неге жасамасқа? Қолдаса болды, ата-анасы. Енді оның жақсы көретіні футбол мысалы. Естіліп тұр, сізбен видео... Орнаттық па? Видеоны басып жіберіңізші.
iPhone. Білесің бе? Данияр мырза, сіз бізді, Әлшер мырза, сіз бізді естіп тұрсыз ғой, иә? естіп тұрмын. Міне, мен видеоны қосып жатырмын, сізді қазір. Ол мына WhatsApp. Жақсы, біз даусыңызды ести берейік. Жақсы. Ұзаққа Ал, созбай. сонымен. Сонымен ұлдана қалай қабылдады? Енді қалыңтықты көйлегін кимейсің, футбол стилінде шығамыз дегенде ұсынысыңызды қалай қабылдады? Ұсынысты өте жақсы қабылдады. Не үшін? Себебі менің әйелім де ұлданада жаңашылдыққа былай жақсы көзқараспен қарайды. Яғни мен енді Қазақстанға танымал футбол блогері болғандықтан осы тойды да біз ерекше бір футбольный стильде өткізгіміз келді. Бір қызық айтайын, негізінде біз мен басында тойды футбол полясында жасағым келген. Бірақ та ол жерде жаңағыдай условиясы дұрыс болмағандықтан біз сол ресторанды жасауды жөн көрдік. Бірден қалыңдығым, яғни ұлдана менің ұсынысымды қабыл алып, давайте онда мен көйлегімді сондай футбольный форматта жасайық деп, имеется в виду рұқсатын берді. Сол арқылы біз креатив болсын деп, бүкіл әлем енді екіге бөлінеді ғой, Реал Мадрид, Барселона болып. Сол себепті екіге бөлдік. Енді комментарийға кірсеңіздерде көрсеңіздер болады, неше түрлі елдер комментарийлар жазып жатыр. Иә, көрдік, оқып шықтық. Негізі идеяңызды қолдаған туыстарыңыз да, келіншегіңіз жарайды. Идеяңызды асырғаныңыз сіз де керемет үлгі болдыңыз. Енді Әлшер мырза, бұлай жауап беріңізші, тойды жасағанда қанша шығын кетті? Үнемдедіңіз бе, әлде шығындандыңыз ба дәл осындай стильде жасау үшін? Негізі мынандай күшті сөз бар, тәуекел етте тас жұт деген. Мен басында қатты шығындауым келмеген, негізі азғантай жай ғана туысқандарымызға жасағымыз келген. Бірақ та уақыт өте келе жаңағыдай таныстарымыз, достарымыз өте көп болғандықтан құрсын тәуекел жасап бір жақсы той жасайық дедік. Шығын той өзін-өзін ақтады. Жаңағыдай блогерлар. Керемет, Жақсы, Әлшер мырза, тойыңыз құтты болсын.